мешіттің қасы Аль-Фараби новый мешіт салған мына жерден. Былтыр келіп мына жерде біздің қызметкерлер келіп мына қала тазалығы келіп текстеп берген мына жерді. Мешіттің қасын әдемілеп мына жерді қоқысқа айналдырып жіберген барлығын. Енді қазір бұл жердің тұрғындары мына жағына сол қанаттарына тастап жатыр мына жерге. Бұл жерге келіп ар жағынан халықпен түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Бәрі график бойынша мынау көше алынады. График бойынша алынады мына көше. Әшірбек көшесі. Бұлар сол графикке қарамайды, әкеп мынау мешіттің қасына әкеп қоқыс тастайды осылай келіп. Енді бұдан былай біз қолға алып жатыр, қазір мына жұмыстар жүріп жатыр. Мына бетін әдемілеп текстеп береміз. Мына жерге осы тастамаңдар, тастасаңдар айыппұл салынады деген нені табличканы ілдік мына жерге. Мына жерге қазір камера ілінеді мына жерге. Мына жерде осы жердің халықтарына мына ескерту жасап, ескерту жұмыстары жүргізілді, бәріне айтып шықты халықтарға да. Енді бұдан былай тастайтын болса, бұларға айыппұл салынады мына халықтарға, осы жердің халықтарына. Мынаны таза ұстау керек мына жердің бәрін. Жақсылап. Бұл жерге кім тастайды енді көбінесе қандай қалдықтар? Құрылыс қалдықтарын тастайды. Және де мынау үйдегі шыққан отход қоқыстарды тастайды бұл жерге. Сол қоқыстармен жұмыс жүргізіп жатырмыз қазір. Ұстағандарымызға айыппұл саламыз бұларға. Бұл жерге камера қойылып жатыр. Мына қоқыс тастамаңдар, айыппұл салынады деген табличка іліп қойғанбыз бұл жерге. Соған қарамай халықтар келіп мына жерге тастап жатыр қоқыстарын. Біз түсіндірме жұмыстарын жүргізгенбіз осы көшемен, Әшірбек көшесімен. Әшірбек көшесі график бойынша суббота күні алынады бұл көше. Әлде де жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Трактор әкеп мына жерді тегістеп көріп жатқан шығарсыздар. Мында да біздің қызметкерлер жүргізіп жатыр жұмысты. Ал мынау мен мына Аль-Фараби ауданы Әшірбек көшесінің тұрғынымын. Осы жерде 10 жылдан бері тұрамын. Мынау халық әбден шаршаған. Мына мусор тастайды, малдың тезегін, малдың боғын төгеді. Мынау енді мешіттің қасы осы 2 жыл көлемінде мешіт түсті осы жерге. Сол мешіттің қасын енді бітеді. Бүйтіп халықты әкімшілікке арызданып жүріп, оны бітірдік. Енді мына жаққа, мына оң жағына қарай көшті. Оның бәріне мусор төгіп, мына жазда терезе аша алмаймыз. Мына жер кәдімгі полигон болып кетті. Қала әкімшілігіне өтініш айтып, қала әкімшілігін арыздандық. Сол бойынша мына жігіттер келіп тазалап, осы жердің барлығын жақсылап істеп беріп кетіп жатыр. Халықтың атынан рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Қызылорда тазалық мекемесі осы жылда келіп тазалап кетеді, бірақ оған не жоқ, толық жоқ деген сияқты болып жүр. Халық келіп бәрінде сырттан келген адамдар бар. Жаңа болдың ғой, иә? Қош жүре салыңыз. Қызылорда тазалығы мекемесіне жылда біз арыз тастаймыз, арызданамыз. Осы жерде 2-3 тұрғын, әрдайым әлеуметтік желі бар, басқа да желілер бар. Ол енді оны да тыңдап жатқан жоқ, келіп мына жердің барлығын қайттан ол тазалап кетеді, қайттан түнде келіп тастап кетеді, қайттан сол мусорға қайттан боққа толтырады ғой, в общем. Сол Қызылорда тазалығына мынау қала әкімшілігіне, облыс әкімшілігіне рахмет айтамыз. Енді мына істеп беріп жатыр. Енді қазір бір камера қойылса мына жерге, мына жақсылап ескерту жазылып, барлығын шарасын жасап береміз деп жатыр. Соған көп рахмет айтамыз. Жақсы болады деп ойлаймыз енді алдағы уақытта.